Итмұрын өзінің пайдалы қасиетімен бағалы. Дәмді әрі тәбетті ашатын итмұрынның емдік қасиеті де орасан. Итмұрыннан түрлі сусын дайындауға болады. Қайсысын дайындап ішсеңіз де қысы бойы денеңіз жылы жүреді. Түрлі дерттің дендеуіне нүкте қоясыз, әрі денсаулығыңызды нығайтасыз. Құрметті достар, жаңадан дамып келе жатырған арнаға қолдау білдіріп, комментарий жазып, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Итмұрын тұнбасы. Термосқа тазалап жуылған итмұрынның 2-3 қасығын саласыз. Үстіне 1 литр қайнаған су қойыңыз. Термостың қақпағын мықтап жауып, 6 сағатқа қалдырасыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, кез келген уақытта шай немесе сусын ретінде ішуге болады. Егер тәттіге аллергияңыз болмаса, бал қосыңыз. Итмұрын тұнбасы иммунитетті нығайтады, суық тиюдің алдын алады, вирустық аурулардан қорғайды, асқазан, ас қорыту, ішек жолдарының жұмысын жақсартады, ағзаны артық заттан тазалайды. Әсіресе еңсесі түсіп, денесін ауырлық басқандар, әлсіз әрі ағзасы шаршаған адамдар итмұрын тұнбасын үзбей ішсе керемет көмектеседі. Итмұрын мен жалбыз қайнатпасы. 1 литр суды ыдысқа құйып, отқа құясыз. Оған бірдей көлемде 2 ас қасық итмұрын мен жалбыз салып, қайнауға дейін жеткізіңіз. Сосын отын өшіріп, қақпағын мықтап жабасыз. Салқындаған соң сүзіп алып, теңдей 3-ке бөліп ішіңіз. Жалбыз асқазан, ас қорыту жолдарына өте пайдалы. Сонымен қатар гормондық өзгерістер болғанда да таптырмайтын дәрі екенін ескеріңіз. Етеккір келгенде, ішіңіздің айналасы ауырса, қуық ауырғанда, климакс кезінде жалбыз бен итмұрын тұнбасын ішіп ауруыңызды басыңыз. Жалбыздың әйелдердегі еркектік гормонды әлсірететінде қасиеті бар. Оған қоса ауруды басатын, тыныштандыратын, ағзаны қалпына келтіретін күшке ие. Итмұрын мен зімбір тұнбасы. Егер сіз жиі суықтап ауырсаңыз, тұмау тисе, артық салмақтан арылғыңыз келсе, ас қорыту жүйесін реттегіңіз келсе, зімбір қосылған итмұрын тұнбасын ішіңіз. Ол үшін итмұрын жидегі мен зімбірді ұсақтап турап, ыдысқа саласыз. Үстіне салқын су құйып, отқа қойыңыз. 5 минуттай қайнаған соң, оттан алып, қақпағын мықтап жабасыз. Шамамен 15 минуттан соң дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, жылы күйінде ішесіз. Зімбір асқазан, ас қорыту, ішек жолдарының жұмысын жақсартып, ағзаны шлактан тазалайды. Ауыз қуысының қабынуын, тамақ ауруларын бір шеккенен ақ емдейді. Ағзадағы микроб пен вирусты өлтіреді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, артық салмақтан арылтады. Ендеше иммунитетті нығайтып, жалпы ағзаны жақсартқыңыз келсе, онда зімбір қосылған итмұрын қайнатпасын ішіңіз. Итмұрын мен алма нәрсуы. Бұл дәмді әрі пайдалы сусынды кез келген жастағы адамдар іше алады. Әсіресе кішкентайлардың сүйікті сусыны десек қателеспейміз. Оны дайындау қиын емес. 4-5 литр суға 1 келі алма мен 1 келі итмұрын жидегін салып отқа қоясыз. 15-20 минуттай қайнаған соң татымына қарай шекер қосыңыз. Тағы да 5-10 минут қайнатып оттан аласыз. Нәрсуды ем ретінде жылы күйінде ішкен жөн. Алма ағзаны магний, фосфор, калий және темір элементімен байытады. Одан бөлек В, С, Е, ПП дәрумендерімен толықтырады. Алма қосылған итмұрын нәрсуі қолжетімді әрі кез келген уақытта дайындауға әрі ұзақ уақыт сақтауға болатын керемет сусын. Итмұрыннан дайындалған кесел. Ас қорыту жолдарының ауруы, язва, эрозия, өңеш, асқазан, ішек мазалағанда итмұрыннан дайындалған кесел ішуге кеңес береміз. Жалпы итмұрын шайда, нәрсуда, қайнатпасыда ем болып табылады. Ал кеселдің емдік қасиеті одан да күшті екенін ескеріңіз. Кесел ішкі ағзаны толық жаулап алады да, нәтижесінде эрозияның, язваның тезірек жазылуына ықпал етеді. Бұл сусынды дайындаудың еш қиындығы жоқ. Бар болғаны 1 литр суды ыдысқа құясыз. Оған 2-3 ас қасық итмұрын жидегін салып, отқа қоясыз. 15-20 минут қайнаған соң сүзіп алып, басқа ыдысқа құйыңыз. Ыдысты қайтадан отқа қойып қайнауға жеткізесіз. Осы кезде аз мөлшерде суға араластырған крахмал қосыңыз. Отын бәсеңдетіп үздіксіз қозғайсыз. Қайнауға жақындағанда оттан алып жылы күйінде ішіңіз. Бұл сусынды артық салмақтан арылу үшін де ішуге болады.